келді. Жадыратып жайнатып бойымыздағы қазақ деген қанымызды қайнатып, бүгінгі тойды бір атаның балдарындай тойлатып отырайық. Ұлы ғұлама жазушы Мұхтар Әуезов ел болам десең, бесігіңді түзе деген. Ал ел даналығында тәрбие басы тал бесіктен басталады деп дәріптесе, ертеде аналарымыз, эх шіркін, бесігі жоқ үйдің, берекесі жоқ деп отырушы еді. Ендеше сол берекесі мен мерекесін текті Қоңыршынақ еліне алып, төрімізге ақ бесікті тербетіп, төрімізге құда болып төрлетіп келіп отырған құдалар, қош келдіңіздер! Жүргенім тойдың ортасы, жегенім қойдың марқасы, осының бәрі ағайын өмірге келген Кәусар сұлудың арқасы деп, Кәусарымыз ғұмырлы, құдалардың отырған биігі тұғырлы болсын. Бүгін міне қасиетті киелі 4 қақпалы 25 ханның бірнеше әулиелерінің сүйегі жатқан киелі Түркістан жерінде текті Қоңыршынақ елінде, Жанайдардай ағамыздың төрінде, Жанайдар аға қайдасыз, той құтты болсын. Алайна ағасы, Құндызтаудың жағасы. Мінекей сіздер сонау төрімізге келіп жақсы жайсаңдар жайғасқанын қарашы. Өмірге бір бала келсе, қазақта бір аспанда жарық жұлдыз пайда бола қалса, өмірге бір бала келді деп жореді екен. Шаңырақтарымызға жарқ етіп, Нұрбақ ұлымызбенен ақ ниеттей аппақ келініміздің ақ сезім пәк махаббатының символындай болып, Кәусар деген қыз келген екен. Ендеше сол Кәусар қызымыз тек осы Қоңыршынақ елінің ғана емес, иісі қазақтың маңдайына біткен. Шынында Кәусар, яғни сол бұлақтың тазасындай сылдырап аққан жарық жұлдыз болсын деп бір қошемет ете қояйық. Ал енді ата-ананың үш парызы болады. Ең бірінші парызы атына затын сай етіп ат қою. Есімін өте ардақтап, салмақтап, көркем етіп, Кәусар деп қойған екенсіздер. Есімін кім қойды? Мынау Кәусардың атын кім қойды? Мен. Ойбай. Үйде ағам бастықты, бірақ атын әпкем қояды. Кіммен кестіңіз? Атасымен. Бәсе, екеуіміз қойдық десеңіздер. Олай болса, қандай үмітпен қойдыңыздар? Жаны таза бұлақтай, пәк болсын, таза болсын. Кәусар қойдық. Ой, бәрекелді. Жаны да, тәні де таза. Кәусар деген ең бұлақтың бастауы, таза жерін айтады. Сондықтан сондай таза қыз болсын деп қойған екенсіз. Үмітіңіз ақтала берсін. Мынау Кәусар қызыңыз алталашқа есімі мақтала берсін. Біздің қызымыз деп атасы мен апасы мақтала берсін. Бала деген балда, немере деген жаннан тәтті деген сөз. Рас деген? Рас. Сондықтан баланы өскенше, немере анаяғы ауылмен кетіп қалғанша бағады екенсіз ғой. Сол балалардың бақытына бөленіп, әпкем екеуміз рахатына келеліп жүре беріңіздер. Тойларыңыз той боласа берсін. Ал олай болса, бүгінгі тойымызды тамаша көңіл-күйменен бастайық ағайын. Сіздерге рұқсат, бүгінгі тойымызды біз арнайы Нұрбақ ұлымызбенен Ақниеттей әппақ келініміз әнін салап отырып, атасы мен апасы ортаға Кәусар аруды алып келуге рұқсат етейік. Бәрекелді. Той құтты болсын. Кеудеде соққан анаңның жүрегісі
su etsin Erdeyim ömür yolunda aşık etsin Canım etsin dep tanimin termegin atanana Kuvonuşumda ko'rildi g'ana o nasib etsin Şolpani mening tanimning ro'shanayam bag'imning ayog'i tizim soyasi mening o'shanimning Sharafli bir sezimning aylanam sening ko'zingning asosdan kunga sarasa o'zimning Oy, bereke qarаңыздаршы. Бүгін той басталды деп жар салып, кішкентай қызымыз деп ән салып, қонақтар орнынан тұрып шапалақтап мені бүгінгі тойдың ханшайымын қарсы алып жатқан жайы. Ендеше барлығыңызға Алланың нұры жаусын, бүгінгі тойымыз ырысты, осындағы жандарға жұғысты болсын. Бір керемет күндердің отбасылық естелік болсын, әдемі естелікке суретке түсіп алайық. Мынау қазақ құрсаққа біткеннен құрсақ шашу, өмірге сәби жар кетіп келгенде сүйінші сұраймыз. Алла тағала тіл көзден сақтасын деп, бәле жолы денесіне дарып батпасын деп, үкілеп үні тартып төбесіне үкі тағып, ел алдына шығарып, анау нағашыларының ауылына барып, бір көрімдігін ал қайтпаймыз ба? Ал кетті қазақ деген аттан тайған менен, саптан таймаған қазақ. Олай болса барай көрімдігін алайық, ал кетті. Кәусәр алдарыңызда. Кәусәр сұлу алдарыңызда барып жатыр, қошеметтеп қойыңыздар. Нағашыларының ауылына Кәусәр барып жатыр, көріңіздер. Біздің кішкентай ғана Кәусәрімізді көрімдігін беріңіздер. Ай, сұлу қызымыз ортада мінекей. Қазақ қыздарын бергендер ағдай беріп жатыр, біздің әкем бар, мақпа дегендей ақша теріп жатыр, оны әкем келді беріп жатыр ғой. Бейтіп қояқ, жүрек оттай жарылды, әй, Ақниет тамадан ақшасы алып қойып отыр. Той құтты болсын, ал жаным Ақниет келе ғой, ортаға ене ғой. Мынау құрметті қалай, осында сіздер боп, біздер боп, жарқыраған жүздер боп, Ақниетте ару қызымызды осы әулетке ұзатып шығарып салған жанның бірі өзім едім. Жақсыстың қасына, жақсы келер басына дейді. Сондықтан бүгін сол тойда Алла қалап, осы әулетке шілдехана бес тойға барайық деп, Алладан ниет сұрағанымыз шын келген екен. Ал жаным Ақниет, кеше ғана бала келін едің. Алла қалап мінекей, өмірге балапан алып келіп, жеміс беріп, ана келін атандыңыз. Түнде шошып оянған, мұздай бесік таянған анаңыздың қадірін ұқтыңыз ба? Ана болған қандай сезім екен? Өте керемет сезім, ендеше ана болғаныңыз құтты болсын. Алла қалап, ақыл парасатыңыз белсенген осы елге дана келін болыңыз деп, осы әнім өзіңізге арналады. Елдің көңілін табайық, елге сәлем салайық. Алла тағала елгенге иемдеген, ешқашан үлкеннің алдын кесе көлденең өтпей, иіліп алдыменен сәлем салайық. Қошеметтеп қойыңыздар. Ауылымыздың ақ
қалайық. Мынау келінімізді көргендеріңіз бар, көрмегендеріңіз бар, сәлемін бергені бар, бермегені бар, алдарыңызға барып, иіліп сәлемін салып жатқан келінге Алланың өзі ие берсін. Тойға бассын. Рахмет. Хатқа қызметімізге рұқсат етейік. Жүрегінің түкпіріне ыстық ықылас ниетін тосып келген жайы бар. Қазақта айтады, өмірге сәби келсе, адам түгіл тас та тебеленеді деген. Сондықтан өмірге сәби келіп жатыр. Қазақ еліне тағы бір бұрымды ару қосылып жатыр. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі деген. Яғни бейбітшіліктің символы болған біздің Кәусардың бүгінгі тойын түңілдіріп өтіріп, ашып беретін әулеттің үлкендерін аса құрметпенен ортаға шақырайық. Атап айтсақ, әулетіміздің ақжаулықты аналары Бибіхан апамыз бастаған, Олбеке апа, Аманкүл апамызды, Гүлсарадай анамызды, Бибайрадай анамызды аса құрметпенен той төріне шақырамыз. Күлбеке апамызды аса құрметпенен ортаға шақырамыз. Ататалған үлкендер келіңіздер, бүгінгі тойды ашық деп жариялап беріңіздер. Алапалар қайда, билеп тұрып еліңіздер. Аманкүл апа, Гүлсар апамыз, Бибайыр апамыз, билеп беріңіздер. Мінекей, батырда туған анадан, ақында туған анадан. Пайғамбарымыз Мұхаммед ананы ұлық сынаған. Сондықтан бәрі борыштар жердегі баршадан адам деп, ақжаулықтарыңыз желбіреп, жүректеріңіз балапан деп елжіреп, өмірге тағы да бір сәби, шөбереміз келді деп қуанып жатқан аналар, той құтты болсын, той қаласын. Ендеше тілектің тізгіні Бибіхан апамыздан бастаймыз ба? Дұрыс па? Ал апа, той құтты болсын. Мен айналайын тамадағызым. Мен нағаш апасына бергім көп отыр жолын. Нағаш. Тұрсынайменен жанқаның тойы құтты болсын, немере шөбере көре берсін. Жақсы айналайын, Құдағи тілегің қабыл болсын, періштенің құлағына салсын. Құрметті ағайындар, мына 11 ауылдың балапандары, Құдай жеңжаттар, мына той құтты болсын, балдарының тойы тоғырасын. Мына 11 ауылдың барлық шешектеріне осындай той жұғысты болсын. 11 ауыл деп айтып атқаным, менің аталарым мына тұрған қасындағы келіндерімнің ата әжесі бір әуірде 11 ортқан екен. Содан тараған балапандар айналайындар. Тату тәтті болыңдар сендерде, ынтымақты болыңдар. Мына сендерде біз құсап немере шөбере сүйіңдер. Мына жас сәбиіміз құтты атына сай, лайықты атына лайықты қыз боп перзенті өссін айналайын балдарым, келіндерім. Сендерде шөбере шөпшек сүйіп бір жастықта қартайып, ата әже болуларыңды Алладан тілеймін. Құдалар, құтты болсын мына немере тойларым, бесіктеріңіз құт болсын. Мына артынан балапанымыздың балапандары ере берсін, ұл-қызы. Тойларыңыз тойғыласын айналайын балдарым, мына жайған дастархандарым өмір бақи жақсылықта жайылсын. Сосын мен бір ауыз сөзім бар тамадаға айтатын.
Ana kelin bastı. Mence kelinde. Uybay uzun buldu o suyunda. Çarkılı işlerini oturam. Bana mayra bilet de oturam. Sonra айтпам da seni cırın görek meni. Na kutlu olsun. Ой, айналайын, апам күйіп кетті деймі? Мынау жалпы ел бастаған елі бар дейді, оның әрі әзіл қалжың, бірлігі бар елдің тірлігі бар дейді, әңгіменің бәрі бірлікте апам. Ендеше тойымыз той қаласын, той қаласа берсін. Ал апалар тілекті жалғайық, әдемі сөзді арнайық. Құрметті көпшілік, бүгін мына өзіміздің қоншылық әулетінде үлкен той болып жатыр. Бесік тойымыз. Ол біздің Жанка баламыз бен Нұрсынай келініміздің алғашқы немерелері құтты болсын, өмірге келген. Сендердің қуаныштарың болып жүре берсін. Нұрбақ баламыздың бір басы 2 болды. Сендерге қыздарың болмағаны қыза кеп берді. Және бір немере қыза кеп берді. Құтты бола берсін. Амандық болсын. Барлықтарыңызға тек жақсылық болсын. Мына кішкентай немереңіздің бізге шөбіре ғой, мен айтпақшы. Шөбіреңіздің өмір жасы ұзақ болсын, дендері сау болсын. Ата-аналарының бір ардақты қызы болып өсе берсін, ел жұрттың қызы бола берсін. Мына құдалар, сіздерді жиендеріңіз құтты болсын. Осындай жақсылықтар сіздерге жұғысты бола берсін. Тойға ұласып, ұзағынан болсын, артынан ұлдары ере берсін. Құтты болсын бәрі. Армысыздар ағайындар, бүгін біздің әулетте керемет той. Көптен күткен Нұрбағымыздың, мен Нұрсұлтан беремін құдақауызы, Нұрбағымыздың кішкентай сәбиі, қарындасы деп айтпай қояйын қызы Кәусар. Біздің Жанка мен Тұрсынай жандарым, екеуі өте мықты отбасы, бір-бірін құрметтеген. Барлығы әйел адамға байланысты. Егер әйел мықты болса, іргесі мықты болады. Мен Тұрсынайды мақтағым келіп жатыр. Менің Жанкамды онсыз да біледі. Жанкамның, жеңешемнің, тәтемнің ұрпағынан шыққан бала. Біздің әулетте, негізі біздің әулеттің жігіттері өте мықты. Бәрі красавчик. Оған тұрмысқа шыққан қыздар басайларын айтқан не істерін білмей қалады. Соның біреуі мен Тұрсынайым, алтыным жаным, ақылды, текті, мықты. Мен құдалыққа барып төрінде отырған жаным. Міне Тұрсынай жаным құтты болсын екеуіңе. Жанка жан, Құда қаласа, ана үйдің ішінде немерелер көп болып, бірінен бірін атын жаңылысып, өмір сүре беріңдер. Бақытты болыңдар. Сен екеулерің аман болсаңдар, бала мен келін мықты өмір сүреді. Аман болсаңдар, немерелердің жағдайы болады. Әулеттің ең мықты отбасы болып өмір сүріңдер жандарым. Құрметті ағайындар, той құтты болсын. Қазақтың әр үйінде бесік той болсын. Тойдан Құдай айырмасын. Алдымызда осындай аналарымыз аман болсын. Ақыл айтатын. Анда-сонда ұрсып алатын ұрыспайды, бірақ бұлар өте керемет кісілер. Мен келін болып келгенім, маған біреу ұрысқан емес. Апаларым марқұм дүниеден озып кетті, кукла келін деп алдап сылдайды. Бірақ сол кезде тойларда өлең айтадым, сол кезде өлең айтып, арасында жүріп анда-мында бардым. Міне, біздің әулет ең бақытты әулет. Біздің әулетке келген келін кеткен емес. Кету үшін келмейді. Өсем, өнем, осы әулетті бақытты етем деп келеді. Сондықтан осындай әулеттің ынтымағын барлықтарыңызға тілеймін. Барлығыңыздың отбасыңызда жақсылық болсын. Жаңа Қазақстанның жаңа ұрпағын тәрбиелейтін мықты әке мен мейірімді аналар көп болсын. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Үмітін елдің ақтаған мінекей, осы босағаға шын ниетпен, оң аяқпен аттаған, осы әулеттің апасы, бүгін біздің ел кереметтеп, қоңышнақ туын көкке көтеріп мақтаған аналарымыз аман болсын. Ай, бәрекелді. Ал жақсы тілекті жалғап әдемі сөзді арнап тұрайық. Құрметті мына туған туысқан, құда жекжаттар, мына той құтты болсын. Жанка, Тұрсынай, мына немерелерің құтты болсын. Құда қаласа, ұлды қызды араластырып, сіздерге көбейтіп, отбасыларыңызда немере, одан кейін шөбере, шөпшектің қолдарына жалғауға Алла нәсіп етсін. Дендеріңіз сау болсын. Мына ата болып, әже болып, міне Құда қаласа, мына үлкен, мына біздің абысындарымыз шөбере көріп жатыр, шөпшекке жақындап жатыр. Сол кісілердің жолын бере берсін. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, жаңа Гүлсара айтпақшы,
әулетімізде бір сыртқа шыққан сөз жоқ. Бәріміз ынтымақтымыз, бәріміз сіз біздесін, бір-бірімізге тілеулеспіз. Дендерің сау болсын, үйің тола немере болсын. Ой, бәрекелді айтқаныңыз келсін айналайын аналардан. Жақсы тілекті. Апамызға берейік. Ал олай болса, осындайда арқарымыз ойқастаған, төрге шыққан құдалардың құрметіне ауылдың алтауызын айтып апалар той бастаған. Бір той бастамаймыз ба? Жаңа аға айтты маған, айналайын Гаухаржан той бастаған адамға есік алды бұлталы түйе бар деді. Тұрма? Көбісі қашып кетпей пазар болып қалмайды. Алып кетейік сол енді құрғалып кетпесін. Бір әудемейтін қазақ жоқ. Жарайды. Ашейінде сөз аузын жаппас, той дегенде түк таппас дегендей болмай, жарайды. Барлық адам анадан жаралған. Ананың ақ сүтінен еңбеген адам, ол адам өмірде өзінің кең тамыры деп санайды екен. Сондықтан ананың ақ сүті үшін, ақ жаулықты аналар үшін, жантайы балалар үшін ана туралы бір өлең айтып берді. Мына Жейшем екеуі Тәушер апаның туысқандары, Уәлибектің апалары. Мына екеуіне микрофон берсек, бермей қояма деп өзім айтайын деп жатыр. Сол сал. Уәлибектің әпкелері екеуі. Өз балаңнан артық балаң барманам, мәз боласың, жарай қаласың, шаралама. Жан ботасын сағынғанда аруанам, теңізді кешіп өтіп жетпеймей. Жан ботасын сағынғанда аруанам, анам, сені қуат ағалайым, бақ жұлдызым болып мәңгі жанайым. Сенің ғана жанарыңда тұратын мейірімді қайдан ғана табайын. Анам, түнде тұрып емізген қолығына балқаймағын жегізген. Сағынғанда төрт құмалақ саладырған, екі көзің күтуменен талдырған. Сағынғанда төрт құмалақ саладырған, екі көзің күтуменен талдырған жанам деп айтқан. Ой, бәрекелді, қандай керемет, мінекей сөзінің мәні де, айтар әні де тамаша. Осындай елдің басында, үлкеністің қасында жүрген аналарымыз аман болсын. Бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді, бір күндік суреттің мың күндік тарихы бар. Bir әдеби селке сурет кетісіп алайық. Келіңіздер. Жақсы адамның қасына барып жайғасуға рұқсат етейік. Мархабат. Апалар, билеп қарындай жасайық. Тоймысы болсын. Ananız aman olsun. Sevinmek şulamazsın. Toy olamazsın. Sen için kınalanlar, dınalanlar. Benim şana yavlı bir anam var. Bir sen boğaktamasın ana sütün. Jirması jürmeye koy, yeya
келді. Айналайын аналар, аман болыңыздар. Жаулықтарыңызды, жүректеріңізде де кір шалмасын. Тоймас той боласын. Ал бәрекелді, мынау жалпы ер азаматтың үш жұрты болады дейді ғой. Өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты. Бүгін міне Аллаға шүкір Нұрбақ ұлымыздың үш жұрты да бас түгел, көз аман, мінекей бауыр бүтін той төріне жайғасып отқан жай бар. Ендеше санаға салып шайқайық, сол үш жұртты бір байқайық. Алдыменен Нұрбақ ұлымыздың өз жұрты. Мынау айналайын қайдасыздар, той құтты болсын, қомышына келі. Ал енді нағашы деген қандайды үзілген жерді жалғайды. Келесі осындағы шапалақты біздің түп нағашылар мен сүт нағашылар арнайды. Нағашылар қайда? Ой, тамаша. Ал енді қазақ құда деген сөзді, құдай деген сөзден бір әрпін келейтіп, құдайдан кейінгі құрметті жанға теңетіп қойған елдес. Ендеше құдайына қимайтын, құдайындай сыйлайтын жаңа құдалар қайда? Құдалар қайда? Беске келгенде. Ой, бәрекелді. Құрметті қалайық, мен неге түгелдеп жатырмын. Шаңырақ еңсесін тік ұстау үшін кемінде 3 жыл қадалу керек. Қазанның астында 3 аяғы болған кездегіні еңсесін тіктеп астына от жағылып берекесі кіріп ас асылар екен. Ендеше осы жердің берекесі мен берекесі болып отырған үш жұрттың басы түгел, қазағымның үш жүзі әмәнді аман болсын. Дей отырып, мен бүгінгі жаңа құдалардан бұрын төр көріп төсін ағыстырған, құйрық бауыр асаған, әулеттің 1000 жылдық құдалығылары және бүгінгі той егелерінің нағашылары, сүт нағашылар мен түп нағашыларды ортаға шақырсақ деп отырып. Алдыменен әрине нағашы жұрттың орны қашанда биіктен көрінген. Егер мынау жетесі болса санаңның, кереметі ғой ғаламның, ардақтайды нағашыңды, ақ сүті үшін анаңның деп, біздің Жанайдардай ағамыздың нағашыларын бастап келіп отырған, Аманкүл апамыз бастаған, Тамара ханым қостаған, Клара ханым қостаған топты ортаға шақырамыз. Және біздің мінекей Тұрсынай ханымның нағашылары, яғни Тұрсынай ханымның ана жұрты, Ташбейді апа бастаған, Зеркүл апа қостаған, Несібелі апа, Анардай келінім бірге, және бүгінгі біздің Нұрбақ ұлымыздың нағашылары, яғни Нұрсұлу анамыз бастаған топты ортаға шақырамыз. Раушан апамыздың шүйрек білейміз бе? Мінекей төрімізге келіп, керегемізді керіп, нағашы құда жекжат болып сәлем беріп жатқан жан-жандар. Қош келдіңіздер! Ал енді мен тілекті әрине Аязби әліңмен құмырсқа жолыңмен жүр дейді Жанайдар ағамыздың нағашыларынан бастасақ. Дұрыс қой? Мархабат, олай болса, мен жөнімен Аманкүл апамыздан бастасақ. Қайда екен? Аманкүл апамыз қайда екен? Бәрекелді. Тағы бар ма? Жанайдар ағаның нағашыларына. Олай болса мен осындағы
мынау Тұрсынай ханымның нағашыларына қарай тілектің тізгінін бұрсам, яғни Ташбиба апамыз бастаған топта. Кәнекей, қош келдіңіздер. Рахмет, Тамара Зайнабай, жүзің жарық болсын, мерейіңіз той болсын. Мынау құдалар соғышын ағайын, мына тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз толық аласын. Жаным Тұрсынай жанайды. Мынау жаңағы бір нұрбағың мұң болсын. Осылардың рақатын қызығын көрді, Алла саған нәсіп етсін жаным. Азна салына, көптен салына, осы шөбере, небере көрді, қара қаласа шөбере көрді. Осы сенің ауылың қашанда тойға келейік. Аманшылық болсын, баршаңызға осындай жақсы сәби тойы жұмысты болсын. Жақсы. Ай, бәрекелді. Миымды аштырып жібердіңіздер ғой. Не деген шапалақтың айналайын, ау. Нағашылар бар ма тағда? Түп нағашылар. Түп нағашылар бар ма? Бір ауыз келіңіз. Бүгін тойымыз құтты болсын. Жанайдар Тұрсынай бүгінгі немерелерің құтты болсын. Той қаласы берсін. Құда қаласы осы Кәусардың артынан тағы да бұл қыздар нере берсін. Құда қаласы осы жақсылық тойға келе берейік. Той қаласы берсін. Ал енді тілектің тізгінін біздің Нұрбақ ұлымыздың нағашыларына қарай бұрайық. Домбыраның сарнауы ағашынан, судың таза болуы сағасынан, жігіттің супер керемет болуы естілмейді нағашыдан. Міне, нағашы жақсы жігіттің бағашылар дейді. Оның үстіне нағашылар мынау ханның ұрпағы. Қазақта қаңлы тұрған жерде басқа елден хан сайламаған қаңлы елі қош келдіңіздер. Олай болса, тілектің тізгінін жалғайық әдемі сөзді арнайық Нұрсұлу апамыз бастай ма? Ой, айналайын апа, қош келдіңіз. Тұрсынай жанайдарым, мына бесік тойларың құтты болсын. Құда жезектарым, мына құда қаласа бесік той құтты болсын. Жұғысты болсын, жұғысты болғандарға. Мына дастархандарың мол болсын. Уайым қайғыларың жоқ болсын. Ата-анасына мейірімді болсын. Кәусар деген қызымыз үлгілі болсын. Еліне халқына сүйікті қызы болсын, құда қаласа. Ілімді, білімді, ақылды, парасатты, илабатты қыз болып өсе берсін. Мына дастархандары мол болсын, уайым қайғылары жоқ болсын, достары көп, дұшпандары жоқ. Бүкіл үйлерінде той жиын бола берсін. Нұрбақ өсін, көбесін, немере шөбере шөпсексесін мен сияқты. Бай қуатты болып, өсін өлегеді. Алланың нұрын жаусын. Ой, айналайын апа, сізде шөпшек бар ма? Мөлі, тамаша. Бергенші. Айналайын Нұрсұлу апа, міне шөберетінің алақаннан майжалаған жанға тозақтың оты харам болсын делінсе, шөпшекті көріп алыпсыз. Ой, керемет мені. Осы апамның жолын берсін. Бір қошеметтеп қояйықшы. Ал, жақсы тілекті жалғайық. Қош келдіңіздер. Жанайдар Тұрсынай, актив бары жанайдар істелері құтты болсын. Айша Құдағи, сізге бесік тойыңыз құтты болсын, немереңіз құтты болсын. Артынан ере берсін. Ниеткерін жылдар немере әкеле берсін. Сізге өсіп, асып-тасып, бізге не әкеле беріңіз деп қойын. Тек жақсылық тілеймін, Тұрсынай немере тілейтін деп береді. Он немерің болсын деп тілейтін Тұрсынайға. Біз неге келсе, менің ашықтың жүрсіне, басына есін деп айтамын. Тек жақсылыққа басымыз қосылсын, жер басымыз сау болып, өмір жасымыз ұзақ болсын. Тек бақытты өмір сүрейік. Айналайын тойшылық ауым. Той құтты болсын бәріңізге. Жанайдар Тұрсынай, айналайын тойларың құтты болсын. Отбасыларына аман болсын, немерелерін көбейе берсін Құдай қаласа. Мына тонаңыздың бауы берік болсын. Үлкен азаматша болып өсе берсін, артына ұл берсін, қыз берсін. Мына көпшілік дегенде жақсы тілектер айтып жатыр, соның бәрін Алланың балаларына жалынсын. Бақытты да баянды ұзақ ғұмыр жас берсін Алла. Отбасыларында
Quvonchli to'ylarni ko'p bo'lsin. Uy bersin, Alloh qiz bersin erkaklarga. G'ayat vaqtda uzoq umr jasaylarimiz, dinlarimiz sog' bo'lsin. Allohdan niyat qilsinlar, shu tilaklarni qabul etsin jannar, baxtlarni. Жанайдар, Тұрсынай, Құдағи келген ақбесігіңіз құтты болсын, немере құтты болсын, Құда қаласа шөберен қолынан май жалауға Алла нәсіп етсін, балдар бақытты болсын, Кәусар қызымыз үлкен елдің азаматы болсын, әрдайым тек қана жақсылығына, қуанышына ортақ болайық. Ой, бәрекелді. Бар ма? Құдағи, келіңіз. Әрқайсысы бір төбе бір әлдің аманатынан қалып келген осы алдыңғы бұл аналар бір ауыз айтыңыздар. Көптен күткен қуаныштарыңыз құтты болсын, ұзақ өмір болсын. Артынан ары ұл қыздар ере берсін, жақсылық көп болсын. Тілектерін қабылдау, осылардың жақсылығын шаршап, осы немелеріңізге шаршасаңдар. Айналаңдар, бауырларын, туған туысқандарына аман болсын. Маған келген осындай жақсылық тойға қалада берсін. Құтты болсын, жасы ұзақ болсын. Жанайдар, Тұрсынай, бүгінгі бірінші немерелерің құтты болсын, бесік келіп жатыр, өзіне құт болсын, артынан болды қыздар келе берсін, дені сау болсын, үлкен сұлуыңызды өсе берсін. Той тағы құтты болсын. Жанайдар, Тұрсынай, бүгінгі сендердің үлкен қуаныштарың, Алла ұлдың артынан қыз берді, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін, көбейсін. Не дейді, ауыр еті дейді, менде одан да тәтті, аманшылықта өсіп, өлімде бақытты болыңдар бәрінде. Құдалар бұл жылына әкелген бесіктеріңіз қашанда осы балашағының астында осы балашағының тербетуімен тозсын, артынан ұлды қызды ере берсін. Бәріміз осының қуаныштарына қашанда жиналып, куәгер болып жүрейік. Бақытты болыңыздар. Мынау мұңсыздық құдалар сөйлеп жатыр еді, осында өз көздеріне жас келіп тұр. Бір шапалақ ұрып, мойын ұрып, бір бет ұрып отырыңыздаршы. Бағаласаң басыңа бақ келеді, жақсылыққа жақсылар тап келеді. Жаңа құда келген кезде құдайым-ау, баяғы құданың өзі мөлдіреп жас келеді дейді ғой. Айналайын құдағилар, тойларыңыз той қыласын. Бір жақсы тілектің тізімін өзіңізге қарай берейік. Осымен қорытындылаймыз ба, тағы да бар ма құдағилар? Құрметті қонақтар, бүгінгі той маған ерекше болып тұр, себебін айтайын. Жәкеңнің анасын мен өте жақсы білемін кезінде. Салима деген қарындасыңыз, еңкейже қарындасын үнемі мектепке алып беріп, сол тәрбиесіне қарап, маған ата-ана болған. Салиманың анасы, сол жағынан қатты танимын сіздерді. Ал енді мынау біздің Ақниет қызымыз, біздің мектебіміздің түлегі, біздің алтындай қызымыз. Мына төрге шығып отырған, Ақниеттің арқасына келіп отырған төркіндері біздің құдайы көршілеріміз. Ал енді Тұрсынайдың орны бөлек, ол біздің қаңлы елі, бізге құда, жекжат, құдаша. Міне сондықтан да бүгінгі той керемет той. Мына алдарыңыздағы таза, мөлдір, Кәусар бұлақтай, сұлу, керемет періште қыздарыңыздың өмір жасы ұзақ болсын, балдардың бақытын берсін, баянын берсін. Мына арқасынан елге елеулі, халықты, елді сыйлайтын, сүйкімді де сүйікті қыздар менен ұлдары ере берсін, сіздердің көз қуаныштарыңыз болсын, баршаңызға бес той жұғысты болсын. Тойдың ең басты шілдехана той дейді, міне шілдехана тойдан елді кем болмасын. Барлықтарыңызға да денсаулық деймін, Алла абырой берсін. Еш уақытта жаманшылық көрмей, жақсылықта бас қосайық бәрімізге. Ой, айналайын құдағи, күліп ойнап қайтатын, бір шай ішіп отырып әңгіме айтатын құдағи екен, Бірді бейсетті сөйлететсі олайшы, келіңіздер кәке. Бас аяғымыз жиынып, жаңа құдалары сақтағаным. Құдалардың алдына барсын дегенім, ордаға алсын дегенім, ортай биге жансын дегенім. Ал кетті! Тамаша би болды. Мынау қадыраға
ағамыз былай деп жырлайды. Мен досымнан қорықпаймын, ары кетсе сатар. Мен жауымнан да қорықпаймын, ары кетсе ту сыртымнан атар. Мен қуанышыма қуана алмаған адамнан қорқамын деген. Ендеше бүгінгі қуанышты көпістіп, ортаға шығып, барын салып, жанын салып билеп жатқан жандарға Алланың нұры жауып, осындай той жұғысты болсын. Ал құрметті қалайық, бүгін тамаша тойға куә болып, сіздер біздер келіп жатқан жандарсыздар. Мен де қазақтың орта жүзімін бөтен емесін қоңыраттың ішіндегі жетімдердің қызымын. Алла берген көп баланың анасы, аузында бар тобасы, қамалай кепті елдің келіні, Гаухар деген қыздарыңыз мен боламын. Ал енді бүгін сол менің өнердегі ұлым, әсеттей ұлым алдарыңызға келіп, өзінің сәлемін беріп, осы тойдың арғарай тізгінін сол ұлыма сеніп тапсырсам деп тұрған жайым бар. Ендеше бір қошеметтеп қойыңыздар, әсет ұрлатты жандарыңызды. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Құрметті де қадірлі алтын тойлағанда ойымыз, тойлағанда тойымыз бір дейтін, жартыны жарып бүтінді бөліп жейтін, ет жақын, етенетіне жақын ағайын туыс бауырлардың басын қосып атқан жайы бар. Ендеше жүрегіміз жұпты болсын, осы әулеттің тұғырдасы мықты болсын, шапалақ ұрғандарға осындай той жұғысты болсын, құрметті ағайындар. Ал енді ортаға мен тойдың егелерін шақырсам, Жанайдар ағам қайда? Келіңіз ағатай, той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Микрофон кішігіріп пәсетші. Мынау той қуаныштарыңыз құтты болсын, той-той болсын. Енді мынау еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев болса, бүгінгі тойдың президенті мына менің қасымда тұрған Жанайдар ағам деп білем. Осыған келіскендер болса бір қошемет көрсетіп қойыңыздар бүгінгі тойдың президентіне. Аға, көңіл-күй қалай жалпы? Жақсы ма? Жақсы. Керемет. Ендеше үйде жалпы жеңшем не деп шақыратын едіңіз? Қалай атап шақырасыз? Атын айтып шақырамыз бе? Не алдыңыз? Енді айтсаңызшы, шақырсаңыз қасыңызға. Тұрсынай. Шақырым ол кісі келе салады екен ғой, келіңіз. Қош келдіңіз. Мына бүгінгі той қуаныш құтты болсын. Енді ағамды президент деп жатырмын. Осы кісілердің арқасы Құдай қаласа. Осы кісілер аман болса, жастарда барлығы болады деп жатырмыз. Енді мынау жастардың атынан, жақсы адамның атынан осы бүгінгі той егелеріне арнап, мен 1 минуттық ән жолдасам деп отырмын. Той егелеріне шама шаттық келгенше бір қошеметтеп отырсаңыздар, ата-анаға деген бір құрмет болсын. Миллион, миллион, миллион жолайда бұл әсет ән айтса ысқырып қолдайма. Бүгінгі тойдың иелері үшін айқайлап шапалақ соқсаңдар болмай ма? Миллион, миллион, миллион қолдайда бұл әсет ән айтса ысқырып қолдай ма? Бүгінгі тойдың иелері үшін айқайлап шапалақ соқсаңдар болмай ма? Ай, тамаша. Ата-аналарыңыз аман болсын. Төрімізге төрелей болып құдалар қауымы келіп отыр. Қазақ халқы әрдайым құдасын құдайындай сыйлаған, сол кісілерді бір өзіміз билетіп барып алып келсек жарасады деген ойдамын. Ендеше Тіней елін, жалпы осы Әзімхан құдамызбенен Айша құдағиымыз бастаған барша топ құдалар мен құдағиларды ортаға билетіп алып келсек жарасады.
Al hoş gelip жатсыздар. Hürmetinde qadırlы құдалар қауымы. Бүгінгі мынау шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Жиендеріңіздің Құдай қаласа бесік тойы құтты болсын дегім келеді. Енді өздеріңізді арнайылап, құрметтеп, қадірлеп, мынау ортаға шақырып жатырмыз. Сіздерге Алланың нұры жаусын. Мінекей орындарыңыздан тұрып, әдемілеп тұрып, бір сән-салтанатты құрып, билеп келіп жатсыздар. Мінекей нағыз қуанышқа қуанып келген жандар екені бір көрініп тұр Құдай қаласа. Енді мынау Күней елінен көшті бастап келген аналарымыздан бастасақ осында, үлкен кісілерге жол көрсетсеңіздер. Шамалы ağır sabırды басайыншы, солланады. Мынау жаңадан бері тыныш деген бір ауыз сөз айтқан жоқпын мен. Өйткені құдалар енді шықты. Құда деген сөзді, Құдай деген сөзден бір әріп етіп қойған едіңіз. Сондықтан құдалар келіңіздер, арттағы кісілер, жастар, шамалы ağır sabırды басайын. Мен алдымен құда мен құдағи, әркім өзінің құдасы мен құдағиының қасына келіп тұрсын. Құдағи қайда? Сияқы келіп тұрмыз әпше. Иен қайда, қозат? Иен қайда? Иен қайда? Қасыр көттіңізі? Олай болса, мынау, мен бұл кісілерді сән-салтанат тұрғызып, бұрышқа тұрғызып атқан себебім, елдің бәрін көндіріп, бәрін бітіріп жүрген осылар. Біреу ұл туған, біреу қыз туған. Сондықтан айналайын апасы, құдағи, қырандайын бапталып, қазақтың салт дәстүрі сақталып, төріңізге бесік алып аттанып келіп жатсыз. Қыранның алдымен қанатын баптау керек, өзін соңына сақтау керек. Сонда қыран самғап биікке шығады екен. Ендеше біздің құдағидің қанаты болып, екі дүниенің жәннаты болып, бүгінгі тойдың жарқыраған маннаты болып келіп отырған аналар, қош келдіңіздер. Алдымен біздің Ақниеттің апалары, әпкелері, сол әулеттің апа-әпкелері бір қол көтеріп қойыңыздаршы, қайдасыздар? Ой, бәрекелді. Ақниеттің нағашылары қайда, нағашылары? Ой, тамаша. Құдағидің құдағиы бар ма? Құдағидің құдағиы бар ма? Жоқ па? Бұл кісі өзің өкім бар екен. Құдағидің достары қайда? Ой, охо, бәрекелді. Сіздің коллективіңіз менің достарым екен. Олай болса, тілекті аналардан бастайық. Мархабат. Құрметті көпшілік, мынау мейрамханада үлкен той болып жатыр. Оғаны. Жас нәрестенің құрметіне үлкен той болып жатыр. Мінекей, мына нәрестенің бауы берік болсын, құда-құдағай құтты болсын. Енді сау болсын, үлкен азамат болып өсе берсін, Айша, бәріне. Сол немеренің қызықшылығын көріп беріңіздер. Немеренің артынан немерелер жалғаса берсін. Әр уақытта сол қызықшылық той бола берсін. Елдеріңіздер. Қазір біз Әзімханның нағашыларымыз. Той боласын, әр уақытта үйлеріңізде жақсылық той болып, қызықшылық болып, осындай тойлардың құлагері болып Ой, бәрекелді, құдамыздың нағашылары. Дұрыс па, Әзімхан ағаның? Бір қошеметтеп қойыңыздаршы. Жанғай. Айшамен тұрсын, біріңіз ұлттаққан, біріңіз қыттаққан. Екеуіңізде өте жақсы адамсыздар. Біздің Айша енді керемет адам. Келін болғанмен неше жыл өтсе де, әлі келінбіз. Сәлемін беріп, өз жолымен жүреді. Тұрсыма енді сіз туралы өмірін жақсы сөз естейін. Құдай осы жақсы сөзіңіз, жақсы сөзге олар естейін. Кішкентайдың бауы біліп болсын, енді сіздердің бүгінгі ең бақытты күндеріңіз. Осы бақытты күн көбейе берсін, ол қыз көбейе берсін. Сол қыздың арасында сіздер жаңа біреуіне айдап, біреуіне майдап, жақсы қызметке бөлін жүре беріңіздер. Құтты болсын, тойыңыз тойға болсын. Рахмет апа. Аллаға қарай жолымен, жөнімен келген аналарымыз келіңіздер апа. Бір ауыз артын қарай жалғайық. Құдағи, ойларыңыз құтты болсын, қазағымызсын. Қаусарыңызымыз үлкен азамат болсын. Артынан бауырлармен болсын. Алдар бақытты болсын. Той-той баласы болсын.
Рахмет апа. Осыны нағашылық жолмен келіп жатқандар хатымдар болса, келіңіздер бір-екі ауызға тілек айтайық. Шешіншім және құдатылары әрі өзім қанағаны қандас боламын, әрі ақыметтің дәрігері боламын, қаусардың қарадың мамасы боламын. Сіздерге бақ көптесін, артынан мені сіңелері көбейе берсін, осындай тойлар болмаса берсін. Ой, бәрекелді, біздің Түркістан емес, бүкіл түркі еліне атайылы мені Гүлнар ханым бір қошеметтеп қойыңыздаршы. Бибиков ханым бір қошеметтеп қойыңыздар. Талай әйел жанды бақытты етіп жүрген жан. Дұрыс па? Талай сәбидің басаман бауыр бүтін 12 мүшесі сау, өмірге келуіне Алладан дейінгі себепкер болып жүрген жан. Рахмет. Алла қаласа Кәусарыңыздың сіз сияқты болсын әке. Ары қарай жұмыс тілеп жалғайық. Апа, міне яққа келсек ішіне яққа, сақна міне яққа. Шамал жиналайық. Тақа барады білмей жүр ғой. Мына құдалар айта берсін ба, қайта берсін ба? Онда сөз тыңдайық та шамал. Баяғыда біреу айтқан екен, келінім ырғалып-жырғалып ұл туайын деп жатыр еді, улап-шулап қыз тудырыңдар ау деп. Бұдан кейін ұл болсын ба? Ұл болсын ба дейін? Ой, бәрекелді, онда тыңдаңызшы отырайық. Ал апа, айтып айтыңыз. Ал құрметті құдаларына тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз той қаласа берсін айналайындар. Мына Кәусар қыздардың үлкен қыздар өсе берсін. Артынан ұлдар қыздар ол көбейе берсін. Ата-анасы бақытты болсын. Екі жақтағы сіздер аман болыңыздар. Үйлеріңізде той болсын, мереке болсын, жақсылық болсын. Айналайын. Апам екінші той бар ау деп, вообще уақыт жоқ қой. Ал кеп. Құда-құдағилар, мына бүгінгі немере құтты болсын, бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Артынан ұл қыздар немересін құда қаласа. Осы бала шағаның жақсылығын, қуанышын, барлық осындай қуанышын бірге атқарайық. Отырған өмірімізде оғалмасын, деніміз сау болсын, бақытты семья болып отбасын құра берсін құда қаласа. Ой, бәрекелді. Ары қарай кән. Достар қайда? Достар. Құдағидың достары қайда? Ішіндегі ең атаман осы әпше. Құрметті көпшілік қауым, құрметті құда-құдағимна, жасалған бес тойлардың құтты болсын. Үйлеріңізде әрқашан той болсын. Тойларыңыз еш уақытта тарқамасын. Мына туғаның бауы беріп қойып, құда қаласа артынан ұлтығызды ере берсін. Айша, құда қаласа немере көрсең, Алла барықтарыңызға шөбере көрсетсін. Адам ұрпағымен мөн жасайды дейді ғой, құда қаласа ұрпақтарыңыз мөнға жетсін, тойларыңыз той боласын. Ай, бәрекелді. Ал енді сөз жарысы емес бір би жарысы болсын, қосыламыз ба? Өкпелеп қайтып кететін, асаға сөз бермеді деп айтып кететін ешкім жоқ па? Көріңізші, нағашылар орны бөлек ол кісілердің. Бар ма? Ал олай болса, бір әдемі естелікке жақындайық. Той басталды деп ауылға жар салып келген құдаларды қарсы алып, бір әудеп ән салып қояйықшы. Ойбай, әйде оқысаңыздар, сіздер етін өтіп қой. Нолан береке десе басынан бастаймыз. Ауылға да қодамай келді деп, арнай сәлем берді деп, аналар жүр аңқылдап, жеңгелер жүр шарқылдап, жүзі жылы құданы құдай өз ау берді деп, ата-ана тұрап, бақытты болсын балалар, ей, ел жүрек, айдай, төрге шыққан супер құдаларға, супер шапама! Айдай, ай бәрекелді. Біздерді ата-ананың соңын алып қалай, бір әдемі естелікке суретке түсіп алайық. Қанеке жастар тұрайық, ата орындықтар, келіңіздер. Құдағыңыздың қасына барыңыз. Ой, рахмет. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құдағиларым да бар. Отырған екеуі. Бір әдемі естелікке суретке түсіп алайық. Назарды
fotoğrafları programı yapana geldiğim bir isteyelim süret alayım. Hadi bir sürekli sıra koymaya gelin. Kültürel bir eski tarzı bir jas koydular. Bilen var jaygasuğa, ruhsat edin. Marhaba. Bölümümüzün olsunda Kuday kalasa arnayı kiyimmen osunda kelimet bölüşlerimizin basılıcılığı boğuşanlar koyup duruşlar. O sizler hazır değilse görüşler adem var keyide, kömür keyide ortada sığılasak diyeceğim. Hay tamaşa, rahmet. Al endi bildirishlarimizni mına ko'ngilga ko'tarib жатыр. Allohning rozi olsun, rahmet. Endi biz to'yimizda qaray жалғасын topsak deb жатырмыз sizlardan жолдай. Mına valsa hozir sonda aytib bo'lar Xudo xolasa osida. Jahang bo'lsa Xudoyni o'rtaga deb turib biga chaqirsa da bo'ladi endi. Marhamat valsani qabul qilingizlar. Seni aldığında aktalar Ak para kolumda kalamsa Tanım жоқ özüngsüz atpağa Taң қарай тамылжыған таңдарай Біл жаным бұл жүрек ғашық етті аңдамай Таң қарай ақтарылдың сарай Өзің біл, өзің көр не боларын ары қарай Айтпасқа болмады бұл жайды Айтылмай қалса егер сол қайғы Күтумен өткенге не жетсің Толықсып бататын түнгі айды
Біл жаным бұл жүрек ғашық етті аңдамай. Таң қарай ақтарылды ән сарай. Өзің біл өзің көр не боларын ары қарай. Таң қарай тамылжыған таңдарай. Біл жаным бұл жүрек ғашық етті аңдамай. Таң қарай ақтарылды ән сарай. Өзің біл өзің көр не боларын ары қарай. Рахмет, тамаша. Жәке, келіңіз енді. Енді құдағиды ортаға алып келіп, осы Құдай қаласа ата әжесінің атынан бір әдемі ақ тілек тыңдасақ деп отырмыз. Енді құдағиды бір билетіп алып келсек болатын шығар, Жәке өзін. Дұрыс па? Шама келе ма, Жәке? Ендеше музыка маэстро қойшы құдағиды билетіп алып келейік. Айша құдағиды бір билетіп алып келсеңіз қане, жібер. Мынау қыз бала бір жерге барғаннан кейін өскенше, өмірге сәби келгенше не болар екен деп ішіңе сырыңды тығып жүресің, саусағыңды бүгіп жүресің. Өмірге сәби келгеннен соң қыз бердім деп марқайып, менің қызымнан қоңыршынақтар өсіп өніп жатыр деп шалқайып жүресің ғой. Сондықтан да бұл күнің ета дейді-ау, осы отырған бір күнім деп төрге шыққан, марқайып тұрған күніңіз құтты болсын. Айым бекен ай бірге, айым күнім өзі сұлу өзі топ-топқа, кімнің құдағиы екен ай. Бекен ай күнім бекен ай, өзі сұлу өзі жап-жас, кімнің әжесі екен ай. Кәусәрдің әжесі. Мынау жалпы немере деген ортақ қой. Бірақ енді қатты алдап қалмаңыз, мен сізге ескертіп қояйын. Апа деп барыңызды қағып кетеді. Алдап солап атаңыз екеуіңіздің бәрін алып кетеді. Сізге сағыз немере. Мына кісілерге оригинал нағыз немере. Дегенмен немереңіз құтты болсын, қош келдіңіз. Мынау жаңа айтып жатырмын ғой. Ең алғаш рет кішкентайлар шамал бара тұрды шынайқа. Запчастарды егер қылатын тұршы шамал. Мынау жаңа айтып жатырмын, қандай сезімде болдыңыз ең алғаш рет кішкентай концертті қолға алған сәтті деп. Ал енді қазақта айтады, әкесі баласы атқа мінсе, әкесі тақым қысады. Баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады. Осы өмірге Кәусар келді деп құдағиыңыз сүйінші сұраған кезде, балаңыздан тағы да бір жан өмірге келген кезде қандай сезімде болдыңыз әпкетай? Ол сезімді айтып жеткізу мүмкін ба? Мүмкін емес, мен сондықтан сізді өте қатты қуанғаныңызды біліп тұрмын. Осындай бақытты күндеріңіз көп болсын. Тілек өзіңізде. Ал мынау тойға келген тойшыл қауым, мынау жаны жайсаң, жақсы жандарым, әйтеуір мынау жақсылығыма, қуанышыңызға ортақтасып келіп жатсыздар, рахмет. Мынау құдағи немерелеріңіздің бауы берік болсын, ұзағынан берсін, не дейді, ұрпағымен мың жасайық деп, мың жасай берейік, сіздер де, біздер де осы ұрпақтарымыздың арқасында. Мына екі жас бақытты болсын, бақытты шақтары көп болсын, мынау үлгілі, жақсы, ибалы, инабатты келіндердің қатарынан табыла берсін. Не қыл дейміз мынау? Рахмет мынау.
жасап беріп жатқан тойларыңызға, немерелеріңізге. Ой, бәрекелді. Мынау қараңыздаршы, анасы көріп, қызын алмайды. Әйелі көріп асын іштейді. Қарасам көркіне көзін тояды, құшақтасам құшағын толады. Аузын ашса не толды жүрегі, аяқ киімінің размері көрінеді. Айшам құдағи бір қошеметтеп қояйықшы. Айша құдағиды. Ал, енді мына Жәкең мен жеңешемді бекерден бекер қасымызда ұстап тұрған жоқпыз. Жаңадан бері айтып жатырмыз, бұл кісі енді бүгін тойдың президент, бүгін бұл кісі ата, қазір аталық бір керемет ақ тілегін айтатын болады. Шыны керек, бұл кісі өзі жаны жайсан жандардың бірі екен, тойға келгелі байқап жатырмыз. Бүгін бұл кісіні қалай мақтасақ та жарасады. Бірақ қысқадан нұсқа мақтайтын болса, шетелдің жігіттері жігітке саналмайды, дәл біздей берекелі жамалмайды. Не бір алып, не бір мақты келсе дағы, Жанайдар ағамның бойынан ар намысын ала алмайды. Кәрістің, Американың, Қытайдың миллиондаған еркектері біріксе де, дәл менің Жанайдар ағамдай бола алмайды дегендер болса, бір қошемет көрсетіп қойыңыздар, той егесіне мен микрофон ұстайын. Ассалаумағалейкум көрші қауым. Біріншіден барлықтарыңызға рахмет, алтын уақыттарыңызды өткізгеніңізге. Мағынағым жына қызымыз қайтады, кейін сау болсын. Өмірдің ұзақ, кейін сау болсын, жұмыр жасы ұзақ болсын. Кейін өзігіне жыл болсын. Алтын сіңірді сіңірмен әнелері бола берсін, кейін сау болсын. Рахмет. Ал, енді бүгінгі тойымыздың красавицасы шыны керек. Бүгінгі тойға бұл кісі қатты дайындалды. Шарқырап жайнап көрінейін деп прическаны әдемілеп тұрып сәндетіп, үстіне ерке Есмағанға арман болған көйлекті киіп келіп отыр бүгінгі тойды шыны керек. Бүгінгі тойымызда бұл кісі бар кезде мына тойханаға светтің де қажет жоқ, осы кісінің өзі ақ жарқырап жайнап тұр. Ендеше тамаққа салған тұздай болып, ерілмеген мұздай болып, Алматының жаңа піскен алмасындай, паспортын жаңа ғана алған 16-17 жасар қыздай болып тұрған менің жеңшеме де той құтты болсын деп бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мен микрофон бізге тұстайын. Ай, бәрекелді. Жаным сұлумысың тәнің, қол соғыңдар бәрің, әдем, 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 шаштарында түйген, үстерде киген, қызау бір анақ қояқы жері. Мың боралған бейнері, әдем, 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 әдемі жаңа әдемі шапалақ бол керек ағайын. Құрметті қонақтар, бүгінгі біздің қуанышымызға ортақ болып келіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызда тек жақсылық болсын, той болсын, қуаныш болсын. Бүгінгі Кәусар қызматтылерім өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Жолы ашық болсын, дені сау болсын, тіл көзден аман болсын. Гүлдей жайқалып, Құдағидың әкелген бесігінде тербеліп өсе берсін. Бүгінгі Құдағи әкеліп жатқан дүниелеріңіз қызымызға құт болсын, бұйырсын, киімдері ыстық денесінде тоссын, дегім келеді. Барлығыңыздың шаңырағыңызда тек той болсын, жақсылық болсын. Ой, бәрекелді. Қуаныштан асып тұрған, көңіл судай тасып тұрған. Дейтін балаларым үшін жаным құрбан, ата-ананы бір қошемете қояйықшы. Мынау жаңа айтып қой, әйелі көріп, басқаша анасын көріп, қызын ал дейді. Айшахан, жайыңызға қаласыз. Ренжімеңізші ма? Неге? Өйткені келіп, ененің топырағынан жаралады. Олай дейтін себебіміз қазақ қызды бағат қағат, әбден дайын болғанда біреуге береді. Қыздың бар рақатын өзге ел береді. Кейде түскен келіннің соңынан, әй, келін ондай екен, келін мұндай екен деген бір сөз береді. Сол кезде сауап болған өзіне тапқанда да бәлен өзінен көреді. Сосын енесі байғысы жақсы болса асырып, жаманы болса жасырып, екі жастан қиюын қиыстырып, келіннің жиналмай қалған үйі мен ыдысы болса жиыстырып жүретін, жырауырын нар көтерер дейді. Еңбектің барлығы негізі енелердікі. Осы үшін бір қошеметке қойыңыздаршы. Еңбегі бардың, өлбегі бар дейді. Өне беріңіздер, өсе беріңіздер. Айналайын жаным, Ақниет бергеш. Ақниет маған кеші. Ақниет, мына өзім сені ұзатып шығарып салған едім.
Айналайын жаным, осы елдің көңілін табасын деп, сол елдің отын түзу жағасын деп, баласын туасын, кірін жуасын, анан дей болып кіресін. Кальяниден Құдай сақтасын. Кәне, бүгінгі тойларға біздің Ахметтің енесі кім? Тұрсынай дұға болып шығасың ба? Дұрыс па? Енең қандай? Жақсы көресің ба? Қалай жақсы көресің? Со жақсы көретін көрсеңші елдің алдында. Барайық, кәдімгі маңдайынан бір сүйіп алайық. Содан соң түнде шошып оянып, мұздай бесіп таянған анамыздың бір ырзалығын алайық. Ақ сүт беріп өсірген, қателігің болса кешірген. Кәдімгі мамамыздың бір маңдайы, ой, мама жүдә енесі беріп кетті ғой. Айшапке, ашысқа ұмыт кетті ғой. Атаңа бір сәлем сақ қой жаным. Мынау Нұрбақты өзіңіздің ұлыңыздай жақсы көресіз ба? Иә. Қатты жақсы көресіз ба? Балаңыздай жақсы көресіз ғой? Иә. Нұрбақты вообще тас жүрмекпесін, нағылсың. Мен сен болсам орнымнан тұрып, баламдай жақсы көрем деп тұрған осындай мамамды екі рет бар бетінен құшақтап тұр сүйіп алатын еме. Ай, молодец. Ой, мына байқұста енесінің қасына шығамай қаптым. Мамамды мені барып маңдайынан қолынан сүйетінден Нұрбақыт жұмақтың келді сол кісілердің табанының астында. Келіп саған қорған болған Асқартау әкемді бір құшаққа алатын едім. Молодец, Нұрбақыт красавчик, басын үйді, уақытын қиды. Мен қанша зорласам да енесін екі рет сүйді, мамасын бар бір-ақ рет сүйді ғой. Дұрыс, қазақ қызын береді, сосын бере береді. Просто көресің, екі рет сүйесің, бітті. Дұрыс па? Бұл кісілерге уақыттарыңызды қиып тұрсаңыздар, керек кезде анашым, әкешім деп бастарыңызды еп, маңдайларынан сүйіп тұрсаңыздар, одан артық ештеңе керек емес. Алланы разы етем десең, ата-ананы разы ет деген. Ата-аналарыңыз, бет түзейтін құбылаларыңыз түгел болсын, аман болсын. Бір әдем естелікке түріп кетсін олар.